сол табыс енді танымал болғаннан әрине енді біз бір мүдде бір дүниеге жұмыс жасадық қой, соған жұмыс жасадық қой. Енді менің данный момент қазіргі сол 2018-20-дан кейін менің Дариғаның танымалдылығы артқаннан кейін, соның табысына аз болып қалғаннан кейін мені жаңағы түсіре берді, саған сындыра берді. Егер де ол мен сияқты до конца осылай айтқан сөзінде тұрғанда, жаңағы бір үйден екі өнер адам дедік қой, соның біреуіне соны до конца тұрған кезінде мен ол әп-әдемі болады еді. И жаңағы тек қана менің әке-шешеме, бауырларыма дұрыс көзқарасымен қарағанда бәрі жақсы болды. Енді өзіміз бір жердің азаматымыз ғой, бір атан деп. Қай жердің азаматсыздар? Талдықорғандікіміз. Сөйтіп сыйлап жүрген, ой бір атан деп, кәдімгі енді ана студенттік тілмен айтқан кезде старшак деген сияқты сондай немен старшак о деп сондай немен араласып жүрген бала ой бір атан деп кәдімгі үйден келіп жатып, үйден тамағымды ішіп, сол кезде де бір андай немді білдірткем, сесімді білдірткем, қалай өзі бәрі нормально ма, что-то деп сондай бір өзімнің ойымды білдірткем, сол кезде де ол олжас ой братан ё-моё деп. Ондай жеке өмірді негізінде айтпаймын. Жеке өмірсіз ақ қызықпын мен. Жеке өмірсіз ақ беретінім көп. Бәрі бітіп, таусылып, өлдім талдым дегенді айтамын. Шахсыдағы курткасы бүктеп салды да, коричневый косметичка салды, парфюм сыйлады. Сондай адам өзі жаздың күні былтыр таптымал сені түсіріп жатқанда, не то что қазір май ғой, июньде бұл көк куртка киіп жүрген. Мен шешілемеймін, ішкі жаңағы ресурстар жақсы. Ол жасты көрсеттіңізші, ол жасты көрсете алмаймын, куртка киіп отыр. Ол жас ол өз сондай адам оған ештеме қызық емес, өзін сондай адам енді оны қабылдау керек солай. Жоқ кірмейді ол өзі отыр солай, өзімен өзі байқұс. Өзімен өзі жаздың күні куртка киіп дала деген ыстық, самолетта енді анандай ауа ғой, енді өзінің келіп ауасы адамды күйдіріп, куртка киіп отыр. Бір кезде чемоданын ашты жұрттың көзінше. Аңғал. Берік Айтжанов, Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов қой менің енді серіктесім ғой. Рүстем Жанаманов, Қуандық Шәкіржанов. Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов, Бекжан Тұрыс. Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов, Дулғақ Молда. Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов, Олжас Абай. Екеуі де десе болмайды, енді Олжас Абай менің барлық фильмдарымда сан түрлі образ жасады ғой. Сол себептен Олжас Абай. Олжас Абай, Нұрдәулет Шертім. Олжас Абай. Олжас Абай, Дәурен Сен. Қалыңыз мүмкін. Өйткені ана сен алдымыздан соғып жатқан жел есебінің температурасы сіздің қолыңызға ойласып қозғалып кетіп жатыр. Қолыңды ала қой, құлаймыз. Алса тура қалым түбіне отырған ғой, қорқасың да. Шорт, қорқақсың да деп қорықпаған адамды қорқытып ше. Мен сен тайский массажға барадым, қолыңды алсашы, кішкене еле беріп баратырмыз дегенше болған жоқ, алдымыздан бір мото шығып кетіп құлатып қой екен. Серьезно? Құлады да Дариғаның шынтағы ішіне кіріп кетті. Ішем шынтағыма деді ғой. Содан мен Дариғаны тасуды қойдым. Болды, бітті. Сонымен массаж не болды? Массажға бардық қой. Не массаж жасадық. Бәрі жақсы ма тұр? Бәрі жақсы, жұмсақ қой. Кезде менімен ұрысқан адам өзі неғып кетеді негізі. Кейін түсінемін да оны, кейіннен кейін депрессияға кіріп кетеді. Мен білмеймін, аямай айтып тастаймын енді. Намысына тесің бе? Намысына да тию мүмкін, өмірінде қозғап жіберу мүмкін да мен. Сондай, енді білмеймін, мен ашуланған кезде кейіннен кейін өзім ойлаймын да, сен қандай адамсың деп ше. Сол себептен мен көп ұрыспаймын да. Мен енді ұрысқан кезде, менімен ұрысқан адам өзі неғып кетеді негізі. Кейін түсінемін да оны, кейіннен кейін депрессияға кіріп кетеді. Мен білмеймін, аямай айтып тастаймын енді. Намысына тесің бе? Намысына да тию мүмкін, өмірінде қозғап жіберу мүмкін да мен. Сондай, енді білмеймін, мен ашуланған кезде кейіннен кейін өзім ойлаймын да, сен қандай адамсың деп ше.
сол себептен мен көп ұрыспаймын да. Халыққа үндеу жолдадым деп жатырсыздар. Қазір әлеуметтік желі деген өте қатты дамыды. Дамығанда да адамның жеке шекарасы деген қалмай бара жатыр да. Әрине мен ешкімнің өмірін талқылайын деп тұрған жоқпын. Бірақ ерлі зайыптылар, иә, мысалы кезінде ата-анамыз күйеуімен ренжісіп қалса, ата-енесіне, ата-анасына білдірмейік деп барлық мәселені жатын бөлмеде шешетін. Отбасындағы күрделі мәселелерді шешуге ашық диалог керек деп ойлаймын. Бірақ бұл нәрсе болмағандықтан, бір бітімге келе алмағандықтан әлеуметтік желіге шығып, халықтан қолдау сұраймын деп жатыр. Мысалы, Дариға Бадықованың күйеуі, Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі халыққа үндеу жолдадым деп жатырсыздар. Сіздер халықтан қандай қолдау күтесіздер? Сіздер үйленген кезде, сіздер бірге тұрған кезде араларыңызда халық болған жоқ қой. Халық тек қана хейт дейді, көзің әдемі, сөзің әдемі, өнерің әдемі деп қолдайтындар бірақ көбіңіз хейт алып жатсыздар да. Сіз халықтан рұқсат сұрап үйленген жоқсыз, халықтан рұқсат сұрап тұрмысқа шыққан жоқсыз. Бірақ сіздің өміріңізге үкімді халық бере алмайды. Бір Алла береді, және сіз өзіңіз бересіз. Халық сіздің қасыңызда жүрген жоқ. Сондықтан не деп қолдайды? Тек қана көбісі хейт дейді. Ал сіз хейт арқылы өзіңізге жаманат алып жатсыз. Ал хейт жазған адамдардың күнәһар болуына себепші болып жатсыз. Сондықтан байқайықшы. Дариға Бадықованың күйеуі, Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі халыққа үндеу жолдадым деп жатырсыздар. Қазір әлеуметтік желі деген өте қатты дамыды. Дамығанда да адамның жеке шекарасы деген қалмай бара жатыр да. Әрине білмеймін, біреудің отбасын талқылау және оны қоғамдық жаңалыққа алып шығу бұл идеологиялық қылмыс деп ойлаймын. Бұндай әңгімелерде арнайы шығарады деп ойлаймын. Болмайтын біреудің әулетіндегі өсек, біз қазір ажырасудан алдыңғы қатарға шығып бара жатырмыз демек, ондай ажырасып жатқан семьялар күніне бәленбай. Ал оны мен мына жерге мәжіліске алып келіп, не болмаса әлеуметтік желіде талқылау, қайталап айтамын, идеологиялық қылмыс деп ойлаймын. Барлық бұндай оқиғаны жалпы талқылаудың өзі тупизм деген жақсы сөз бар. Ал сіз туралы біреу жамандық айтса, сіз қалай? Айтпай жатырмын не? Қандай реакцияңыз болады? Реакция бермеймін ондайға. Егер мен танитын адам бір конструктивті сын айтатын болса, онда айтып түсіндіруге тырысамын. Өзімен хабарласып, ал былай енді албат отырып алып, аузына келгенін айта беретін адамдардың оны қайсымен ұрсып, қайсымен даулас жазасың. Сондықтан мен мән бермеймін ондайға. Вообще не хочу. Даже обсуждение не подлежит. Бадықова, Дариға апай, қандай кино түсіріп тастағансыз? Масқара. Біздің кинодан бірге шыққан мына жерде адамдар тұр. Кішкене салқынға шығып естерін жиды ау деймін. Залдың бәрі деумен өтті. Вообще қатты түсіріп тастаған екенсіздер. Қара шаңырақтың киесі жайлы жалпы үлкен бір ой саларлықтай болды. Екі әйел отырып алып отбасы ошаққасын айтқан аса ұнай бермейді маған ше. Жоқ, бала жоқ. Бір балдары бар деп, бір қызы бар деп еститін ек. Бұл Дариғаның туған әпкесі бар, бір жас үлкен, соның қызы ғой. Соны 4-5 жасынан бастап асырап алған. Бір қызыңыз бар ма? Иә. Отбасылық өміріңіз туралы отбасылықты айта аламыз. Бірақ енді Алейкумассалам. Дариға Бадықованың күйеуі бәле болды ғой, соның кесірінен күйеулерімізді жұмсай алмай қалдық, если честно, бар ғой, қорқып қалдық жұмсауға. Ертеңгі күн та 5 жылдан кейін бізді қинап ұстады, битті сөйтті деп шығама деп. Міне сіздерге видео отчет өзі істеп жатыр, ешкім қинаған жоқ, зорлаған жоқ, дұрыс па? Дұрыс па? А? Иә, өзім. Өзі істеп жатыр, ертең шықпа сенде. 5 жылдан кейін мені қинады, зорлады, өзім еркінен тыс кетті деп шықпайсың ба? Жоқ. Болды. Міне.
төңіректе қоя береді да. Жалықтыңыз ба? Айсараның рөлінен жалықтым деп айта алмаймын. Оның историясын естідіңдер ма? Мен жақында ғана интервьюін көрдім. Күйеуі берген, шок болдым. Оказывается, ажырасып кеткен екен 2 жыл бұрын. Просто күйеуіне айтқан, мен ешкімге айтпашы, жамандамашы, интервьюді бермеші, бірдеңке деп короче. Жарайды деп 2 жыл шыдаған. 2 жылдан кейін барып бәрін айтып шыққан ғой, не болған, қалай болған. Ол кісі маған кезінде Моананың историясы кезінде ұнамаған негізі. Өйткені немене ол Моанаға неғып барасыңдар, мен кинома неғып бармайсың. Сен киноң қызық емес, поэтому бармайды сен киноға ешкім. И әндерің де онша емес по идее. Вот. Сондай менің ойым. Бірақ 1,5 миллиард каким-то образом тапты. Тапқан екен барып күйеуіне пошел вон деген. Бәлә ужас қонау. Не дейсің басқа? Әйел зат адам көбісі енді сондай, наверное. Сәл ақша күйеуінен көп тауып кетсе, сразу сен маған керек емессің деген сияқты. Бірақ ол кісі одан да хуже. Оған анасы да керек болмаған ғой сонда. Мен шетелге кетем, анамды бағып шаршадым деген ғой. Ё-моё. Сол. Так что я не могу осуждать. Негізі ана КВН-де болған не көріп едіңіз скетчті? Қылышбек шығып, опа деп ше, о чо дейсің ғой дегені. Мал таппайтын еркектің ұрпағын көбейтудің қажеті жоқ. Магазиннен барып нан әкеле сар десең, ақша берсеш дейді. Нанға ақшасы жоқ. Мен өзімнің ақиқатымды айтамын. Қандай шағым түсірсін менің үстінен, қандай арыз берсін, мен өзімдікін айтамын. Тіпті керек десеңіздер, детектор лжи деуші ме еді, соған да отыруға дайынмын. Мен өзімнің ақиқатымды айтамын. Қандай шағым түсірсін менің үстінен, қандай арыз берсін, мен өзімдікін айтамын. Тіпті керек десеңіздер,